Яғни бүгін біздің тақырыбымыз жаратылыс жануарлар энергияны қайдан алады. Бірақ жаңа тақырыпты бастамас бұрын өткен тақырыпты еске түсірейік. Мен сендерге сұрақ қоямын, сол сұрақтарға қол көтеріп жауап берсе керек. Жаратылыстану дегеніміз не? Даниял? Жаратылыстану дегеніміз әртүрлі табиғи құбылыстарды зерттейтін ғылым. Тамаша, құбылыстар мен үрдістерді, табиғи құбылыс үрдістерді зерттейтін ғылым. Жақсы. Өсімдіктер неше сатыға бөлінеді? Арина? Өсімдіктер 2 сатыға бөлінеді. Біріншісі жоғарғы, екіншісі астыңғы. Яғни төменгі сатыдағы өсімдіктер. Жарайсыздар. Тіршілік циклі дегеніміз не? Нұрсұлтан? Тіршілік циклі дегеніміз тұқымнан шығып тұқым түзуді айтады. Бұл қайталана беретін үрдісті тіршілік циклі деп атайды. Тамаша, жарайсыз. Келесі, өсімдік тұқымдары қалай таралады? Өсімдік тұқымдары. Айбар? Мысалы, күн тамамына дәнек жабысаттан ол келесі жерге Түсет, сол арқылы. сол арқылы өсімдік көреді. Жақсы, тағы да. Денелер қалай дамиды? Назым? Бунақ денелер 3 саты 4 саты арқылы дамиды. Мысалы көбелек ең біріншісі жұмыртқа, одан кейін дернәсіл, одан соң қуыршақ, содан кейін ересек және. Мысалға шегіртке, одан жұмыртқа, содан соң дернәсіл, ересек жәндік. Кейбір жәндіктер, яғни 3 саты арқылы дамиды, кейбір жәндіктер 4 саты арқылы дамиды екен. Енді бала, жануарлар қоректену түріне нешеге бөлінеді? Қоректену түріне байланысты, қоректену түріне байланысты. Мына топтан ешкім айтпай ма? Қоректену түріне байланысты. Даниял? Жануарлар екіден бөлінеді. Өсімдік қоректілер және жыртқыштар. Тамаша, жарайсың, отыра ғой. Ал ендеше, балалар, біз өткен деске түсірген болсақ, жануарлар энергияны қайдан алады деген тақырыпта бүгін сабақ өтетін боламыз. Бұл сабақтың мақсаты жануарлар мен өсімдіктердің өзара байланысы туралы білу және жануарлардың өзара қарым-қатынас түрлерін сипаттау. Олардың түрлі белгілері бойынша топтарға жіктеу және тізбек құру. Қоректік тізбектер құру. Яғни балалар, жануарлар энергияны қайдан алады, яғни ол үшін олар қоректік тізбек құрады екен. Олай болса, мынау күн арқылы, олар фотосинтез үрдісі арқылы ол өсімдікке беріледі. Өсімдік қоректі жануарлар қоректенеді. Яғни кез келген өсімдікпен өсімдік қоректілер қоректенеді екен. Осы өсімдік қоректілермен қоректенеді ол жыртқыш жануарлар. Яғни өсімдік күн энергиясын пайдаланып қоректік зат өндіреді. Осы өсімдік қоректілерді өсімдік қоректілер жейді, ал осы өсімдік қоректілермен жыртқыштар қоректенеді. Қоректік тізбектің 2 түрі болады. Құрғақтағы қоректік тізбек және судағы қоректік тізбек. Құрғақтағы қоректік тізбек, яғни күннен энергия алған өсімдікпен қоректенеді елік. Елікпен қоректенеді жыртқыш аң, қасқыр. Ары қарай, мына жерде өсімдікпен қоян қоректенеді, қоянмен қоректенеді бүркіт немесе түлкі. Келесі, бұл құрғақтағы қоректік тізбек түрі болады. Қоректік тізбек біз бағана айтып өткен, оның 2 түрі болады. Енді сол қоректік тізбекті қалаш әңгімесі арқылы тізбектеп көрейік, жасап көрейік, құрастырып көрейік. Яғни, мына жерде мен біріншісін айтып өтейін. Өсімдікпен қоректенді тышқан. Тышқанмен қоректенді жыртқыш, яғни түлкі. Жабайы жануар. Түлкімен қоректенеді жыртқыш, құс, бүркіт. Енді осы сияқты қалған тізбекті кім айтып шығады?
адамдар жейді ма? Қалай айтамыз? Адамдар сиырды сауады. Сиыр өнімдерімен қоректенеміз. Яғни сүті арқылы біз өзімізге энергия жинаймыз және энергия аламыз. Жарайсың, тамаша. Тарататын боламын. Кім білгір ойынын ойнаймыз. Яғни мен сіздерге әртүрлі суреттер беремін. Сол суреттерді біз желімен жапсырып, қоректік тізбек құрастыруымыз қажет. Тізбекті құрастырып болса, онда мына топтан бастайық. Яғни жыртқыштар тобы. Жақсы, тамаша. Келесі. Мына топтан Айбар. Тұра ғой, Інжу. Жылармен қоректенеді. Інжудің қасында тұра ғой. Келесі өсімдік қоректілер тобы. Бізде ең алдымен өсімдікті құрт дейді, ал құртты торғайлар дейді. Торғайды болса қылан дейді, ал қыланды сыртқыз бүркіт дейді. Тамаша, жарайсыңдар. Дұрыс қоректік тізбек құрылды ма? Жақсы, жарайсыңдар. Отыра қойыңдар топтармен. Дәптермен жұмыс жасап болса, біз тақтаға қарайық. Тақтада кеміргіштер. Бұлар өсімдік қоректілер ме, жоқ әлде жыртқыштар ма? Тамаша. Қосмекенділер. Өсімдік қоректілер де. Жыртқыштар да бар, өсімдік қоректілер де бар. Және жәндіктер бұлар Өсімдік қоректілер. өсімдік қоректілер. Үй жануарлары міндетті түрде өсімдік қоректілер, ал жабайы жануарлар жыртқыштар. Тамаша. Осыларға қарап отырып, біз бүгінгі сабақты қорытындылайық. Ендеше, осында берілген сөздердің артығы қайсысы? Соны біз алып тастауымыз қажет. Қоректік тізбекті құрастырып болса, онда дәптермен жұмыс жасайық. Есте сақтанып, мұқият жазып алайық. Есте сақтанып. Жазамыз, есте сақтанып. Жазылды. 12 қазан бүгінгі тақырыпты және есте сақтап. Күн энергиясы, өсімдіктер, өсімдік қоректілер және жыртқыштар. Жылқы, түлкі, бидай, тышқан. Екінші аю, гүл, жаңғақ, балара. Жаңғақ, тамаша, жарайсың. Келесі, қоян, түйе, бүркіт, сәбіз. Сәбіз, жарайсыңдар. Келесі, балалар, біз сабақты қорытындылап болдық. Келесі, үйге тапсырма аламыз. Яғни, жануарлар энергиясын қайдан алады деген тақырыптағы 34 және 35 беттегі берілген мағлұматтар, мәліметтерді оқимыз мұқият және 35 беттегі ойлар тапсырмасын орындаймыз. Жер бетіндегі қоректік